Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТВ. Бүгін өте дәмді ливерлі пончиктерімізді әзірлейміз. Өкпе, бауыр, бүйрек, жүрек жей алмайтын болсаңыз, осылай жасап көріңіз, өте дәмді әрі пайдалы болып шығады. Оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын, видеоны соңына дейін көріңіз. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін тегешке 1 кесе сүт, 1 кесе қайнаған суымызды құямыз. Барлығы жып-жылы болуы қажет. Үстінен 1,5 ас қасық қант және жарты ас қасық тұз қостым. Егер тәттіні қатты ұнатпасаңыз, дәміне қарай азырақ не көбірек алуыңызға болады. Қант пен тұзымыз ерігенше араластырамыз. Саусағымның ұшымен жылылығын тексердім, қатты ыстық болмауы қажет. Енді үстінен 1 ас қасық ашытқы саламын. Барлығын бірге дұрыстап бір араластырып, үстінен 2 ас қасық шемішкенің майын құямын. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып қойыңыз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Енді барлығын араластырып тұрып, үстінен қажетінше ұн саламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын болуы қажет. Қоюланғанша қасықпен араластырамын осылай, одан соң қоюланған соң қолмен илеп аламын. Тегешімнің іші тар болғандықтан дастарханға қойып, иін қандырып отырып дұрыстап илеп алдым. Иі қанған, дайын болған қамырымыз қолымызға жабыспайтын болуы қажет. Қайтадан тегешімізге салып, бетін жауып 1 сағат жылыға қойып қойдым. Нанымыз көтерілгенше фаршымызды әзірлейміз. Менде алдығашан бұқтырылған жүрек, бүйрек, өкпе және көк бауыр болды. Барлығын ет тартқыштан өткізіп, дұрыстап араластырып аламын. 1 дана орташа пиязымызды алып, ұсақтап турап, оны шемішкенің майына қуырып аламыз. Қызып тұрған күнбағыс майына сарғайғанша қуырып аламыз да, жаңағы фаршымызға қосамыз. Фаршыңызды өзіңізге қажетінше салыңыз. Енді салмамызға дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Барлығын дұрыстап араластырып аламыз, салмамыз дайын. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің нанымыз көтерілді, енді пончиктерімізді әзірлеуге кірісеміз. Нанымызды дастарханға түсіріп, дүзу етіп жайып аламыз, қалыңдығы 1 сантиметрдей болуы қажет. Нанымыз тым жұқа немесе тым қалың болып жайылмауы қажет. Егер тым жұқа болатын болса, салмасын салған соң жыртылып кетуі мүмкін, ал егер де қалың қылып жаятын болсаңыз, салмасын салған соң ортасы піспей қалуы мүмкін. Жайылған нанымызды теңдей етіп 5-7 сантиметр көлемде текшелерге бөліп аламыз. Енді әрбір текшенің ортасына дайындаған салмамызды салып шығамыз. Енді пончиктеріміздің жан-жағын видеодағдай етіп, жапсырып жауып аламыз. 4 бұрышты болып кесілгендіктен, бұрыштарын кішкене домалақтап ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Жасалған пончиктерімізді тақтайға жабыспайтындай етіп тізіп аламыз. Қызып тұрған майға 2 жағынан сарғайтып, қызартып, қуырып аламыз. Тым қатты отқа қоймаймыз, себебі тез пісіп кетсе, сырты ғана піседі де, іші піспей қалуы мүмкін. 2 жағы да сарғайып, қызарып піскен соң оттан алып, салфеткаға не газетке салып, майын сорғытып алсаңыз болады. Мен қалған наннан осындай кішкентай шелпектер пісіріп алдым. Оларда үлпілдек, өте дәмді болып шықты. Дәмі тіл үйіретін өте дәмді болып шықты. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.